Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең керемет болып шығатын Наполеон тортының рецептімен бөлісетін болам. Алдымен тоңазытқыштан шыққан сары майды үккіштен өткізіп, онымен жақсылап араластырып аламыз. Суымызды 10-15 минут бұрын мұздатқышқа салып аламыз. Оның үстіне сірке суы, бір жұмыртқа және тұз салып жақсылап араластырып, қамырымызға құйып илейміз. Қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа қаттылықта болуы керек. Енді үстінен ұн сеуіп, сопақша етіп, формамызды жасап, 12 бөлікке бөлеміз. Қамырдың әр бөлігін жұқа етіп жайып, формамызды алып, оның үстіне дөңгелек шеңбер сызып, менде диаметрі 20 см, үстіне вилкамен тесіп, духовкаға 250 градусқа шамамен 3 минутқа саламыз. Шеткі кождарын алып тастаймыз. Қазір бұл бетін, жанын сәндеуге қажет болады. Менде осындай 12 корж шықты. Енді шеттерін бір ыдысқа салып, бөлек қолмен езіп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін қою қаймағымызға қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Қант ұнтағының орнына қойытылған сүт, яғни сгущенка пайдалансаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен тарелкамызға крем жағып, одан кейін коржды қойып, тағы да үстіне крем жағып, коржды қойып, солай жинастыра береміз. Қаймақтың қою түрін пайдаланған жақсы, негізі кремде. Сол кезде креміміз ақпай, әдемі жиналады. Қалған кремді торттың бетіне және де шетіне жағып шығамыз. Енді тортымызды сәндеу үшін бағанағы үгітілген қамырымызды алып, бетіне және жан жақтарына жағып шығамыз. Дайын болғаннан кейін шамамен 3-4 сағат тоңазытқышқа саламыз. Одан кейін бетін сәндеу өз қалауларыңызда. Мен банан және де таңқурай қойып сәндедім. Тортымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Шайларыңыз тәтті болсын. Сіздермен болған Сандуғаш.